Сағынышпен еске алу. Көзден кетсе де, көңілден кетпейтін, есіңде мәңгі сақталатын жандар болады. Әрине, сенің ең жақын адамың туралы естелікпен сөз сөйлеу ауырдың ауыры. Бірақ бұл дүниеге келген екенсің, құйрықты жұлдыздай қысқа ғана ғұмырда адами қалпыңды, адами болмысыңды сақтасаң, бұл өмірдегі ең үлкен парызың сол. Бүгін біз әкелік парызын орындап, жан жағына шуағын шашып, қайырымдылық танытқан, біз жанымызға жақын адамдар жайлы естелік сөзбен бөліскен кезде, көзімізге еріксіз жас келетіні ақиқат. Бірақ та олардың біздің өмірімізде адамгершілік қағидатты аттамай, туған туысқандары мен жақындарына қол ұшын беріп, алтын әріппен жазылған адам жайлы естелік сөз айту парыз. Айдынға аққу қаз оралды, сағындым сені. Жайнады дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті жапырақ тоналды, сағындым сені. Аққайың ақ мамық оранды, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Жоғына сенбестен қарайлаймын жолына. Сен едің ертегі аралап, дертімнің таба алмай амалын. Таусылып ішімнен барамын ау қараға. Аққайың арылды ақ қардан, сағындым сені. Сандуғаш сайрады бақтардан, сағындым сені. Елесің жоқ болған тәтті арман, сағындым сені. Келесің жаным қай жақтардан, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жара